Қазақстан ұлттық құрамасы Финляндиядан есе жіберсе де, жанкүйерлері мұңаймайды. Себебі бізде әлі үміт бар, және ол үміт ешқашан өшпейді. 20 жыл бойы Еуроға да, әлем чемпионатына да шыға алмай келсек те, жанкүйерлік етуден бас тартқан жоқпыз. Ал енді Еуроға шығуға үлкен мүмкіндік туған кезде, бір ғана жеңіліс футболшылардың да сағын сындырмайды. Ешқандай мұңаймаймыз, тек алға. Солтүстік Ирландия, Сан-Марино, Словения, Даниямен де ойындарымыз күтіп тұр. Бүгін Астана аренаға 30.019 адам келіп, рекорд орнатылды. Бірақ ол рекорд көңілді көтере алмады. Дания, Сан-Марино, Солтүстік Ирландияны ұтып үйреніп қалған соң, финдарды да ұтамыз деген үлкен сенім болғаны рас. Алайда жоқ жерден есе жіберіп, Еуроға деген үміттің кейбір пайызы будай ұшты. Сонымен неге жеңілдік, не дұрыс болмады, қандай сәттер туындады, осы жайында сөз өрбітіп, матчқа шолып өтейік. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпей аттық, себебі біз берекелі дүние болған қалаймыз. Сіздермен бірге желі аяқтайыныз, және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазып кетіңіз, ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Негізгі құрамда аса өзгерістер жоқ. Тек Оразов, Малы, Бейсебек бірден шықпапты. Жарақаттан айырылған Дайрабаев сапта, ал жарақат алған Габышевтың орнына Скворцов бірінші минуттан шығып отыр. Қосалық құрамға да шықпай қалған керекті ойыншыларды айтсақ, ақтөбелік қорғаушы Әлібек Қасым, Мақтаралдың бомбардирі Рамазан Кәрімов және керек кезде ойынға дем беретін Астана клубының шабуылшысы Эльхан Асанов жоқ. Олар тек резервте. Бұл ойыншыларды неге қоспады екен? ХПЛ-ды жап-жақсы ойнап жүр. Ойынға көшейік. 7-ші минутта Быстров Айымбетовке, ал Айымбетов бұрылып бірден Зайнутдиновқа пас береді. Әдетте жақсы теуіп жүрген позициядан Батеке тым жоғары теуіп жібереді. 13-ші минутта финдардың қауіпті шабуылынан Быстров құтқарып қалды. Өте қауіпті сәт. 21-ші минутта Пукки Шацкиді тексеріп көрді. Қатты болмаса да техникаға салған соққысы қорқытатындай болды. 26-ші минутта көзіме Солтүстік Ирландиядағы сәт келіп түсті. Батеке жалғыз қалған Абатқа пас береді. Әрине, жалғыз дегенде әріптестерден тек өзі ғана бар. Қалғаны қарсыластың қорғаушылары. Дәл осы аздыққа қарамастан Абат алға бағыттап, сол аяғымен жасаған соққысы тым әлсіз болды. 29-ші минутта Вороговскийдің пасы не соққысы қақпашына дір еткізді. Кезінде осындай жерден осындай сәттен Шамко Хиктің қақпасына салғанын білеміз. Бірақ бұл жолы Байердің қақпашысы Лукаш Градецкий допты бұрыштамаға бұрып жіберді. 35-ші минутта финдардың қауіпті шабуылынан кейін Маричкин автогол салады. Алайда төреші барлығын бақылап тұр. Маричкинге келмей тұрып, доп алаң сыртына шығып кеткен екен. Есеп әлде 0-0. 41-ші минутта ортада бір өз қалып кеткен Аслан Дарабаев ең дұрыс шешім соққы жасау деп қақпаның қақ ортасына әлсіз соққы жасайды. Шыны керек, пас беретінде ешкім жақсы ашылған да жоқ. Барлық ойыншыларды қорғаушылар жауып алған. 49-ші минутта супер сәт. Вороговский қуатқа пас береді. Ол бір ғана қимылының арқасында допты соққыға әдемі тұрған Зайнутдиновқа береді. Баха соққы жасайды. Алайда соққысы дұрыс емес және қарсыласқа да тиіп кетеді. 55-ші минутта финляндиялықтар бірнеше пастан кейін Шацкиге артық уайым сыйлайды. Қуанышқа орай доп қақпаның жанына өтіп кетті. Дәл осы сәттен кейін тағы да бір шабуылдары аяқсыз қалады. 68-ші минутта өзін Месси сезінген финдық бәрін алдамақшы болады. Бірақ бірінші адамына алданып, добы әріптесіне түседі. Ол тоқтатпай тепкені біздің қақпашының сейфтар санын көтеруге үлес қосады. Аяғына әдемі түсе салғанын айтамын да, сұмдық соққан. 78-ші минутта керек емес гол кіріп кетті. Шын айтсам, болмайтын жерден салынды. Камара допты алып, Пуккидің орнына шыққан Беньямин Кельманға береді. Ол Оливер Антманға шығарады. Қақпаның ары жағына тепкен шабуылшы есепті ашты. Осы гол кімнің кінәсі? Доп Камараға түскен кезде Беньямин Кельман бір өзі ашық тұр. Оны не Асхат тағы берген, не Александр Маричкин жабу керек. Бірақ Маричкиннің қасындағы қарсыласынан қорқып, оны алыс жібергісі келмей тұр. Сонда бағытымыз тек Әсекеңе қалды. Екінші сәт доп Кельманда. Оливер Антман Быстровов пен Топаловтың ортасын ығысып шығып бар жатыр. Сәл алдына бергеніне Топалов та Быстровты үлгермей қалды. Құйтырқы пас болатын ешкім күтпеді. Дәл сол Кельманға да ешкім береді деп ойламады. Позициясы ондай шабуылды жалғастыруға анық емес тұғын. Соның өзінде де әдемі пас шығарып, есепті 0-1 еткізді. Не дейміз? Қарсылас салса да әдемі салып деймін. Басқа сөзім жоқ. 83-ші минутта Қуат Рамазанға алыстан әулетіп пас береді. Допты кеудесімен қағып алып, тобылда жүріп үйренген соққыларын осында да жасап, голды болған мүмкіндік алады. Нәтижесінде бұрыштама. Осы ойында капитанымыз Асхат тағы бергенің жол болмады. Әр ойында үздік болатынын көреміз. Әр ойында пастар мен соққыларды аң-таң еткізіп те жүргенін білеміз. Алайда мына ойында бар екені сезілмеді. Асхаттың ойыны жүрмесе, команданың да ойыны жүрмейді. Тіпті бұл әңгіме ордабасыда да айтылады. Себебі Асхат тағы бергеннің қасына доп ұстайтын адам керек.
Рамазан орасып алғашқы минуттан болғанда ойын басқаша өрбитін еді. Рамазан допты ұстаса, Асхат допты бағыттайды. Ең өкініштісі ол ұлттық құраманың ойындары жақындаған кезде Исламханның ауыр жарақат алғаны. Бауыржанға Аллах шипасын берсін. Құдай қаласа солтүстік Ирландияда капитанымыздан сәтті ойын күтеміз. Сосын мына нәрсені байқадым. Абат Айымбетов жалғыз шабуылшы рөлінде жақсы ойнай алмайды екен. Оған қасына көмекші шабуылшылар керек. Вингерлер ме әлде ортаңғы шабуылшылар ма білмеймін. Бірақ мына ойында жалғыздың үні шықпас болды. В первом тайме вы правильно заметили, нисколько там поддержки не было. Просто Айымбетов должен был там находиться высоко. Здесь в середине из-под него, конечно, люди должны были выбегать. Самородовты Абаттың орнына емес, Абатпен бірге шығару керек еді. Немесе Мақтаралда өте жақсы нәтиже көрсетіп жатқан Рамазан Кәрімов ше. Тіпті үйреніп қалған клубтағы әріптесі Астанов та бар. Ойынның үздік ойыншысы Исламбек Қуат деп ойлаймын. Осының алдыңғы ойындарда Қуат өте баяу, әлсіз ойын көрсетіп жүрген еді. Мына ойында бабына келіп алғанын байқадым. Қайда қарасаң да Қуат, допты алып жатқанда, пас беріп жатқанда. Тамаша. Ал біздің ресми ойындарда Финляндияны ұта алмай жатқанымызға 17 жыл болыпты. Соны 2006-дан бері бір ғана гол соққан екенбіз. Оның өзі 2007 жылы 2-1 болып ұтылған кезде. Масқара ма? Әрине масқара. Себебі Финляндия деген Еуродағы жүлдеге таласып жатқан бір Германия, Франция емес қой. Қарымта ойында жеңіске міндетті түрде жетуіміз керек. Мен сенемін, сіздер де сенесіздер деген үміттемін. Алдағы ойында әрине тек қана жеңіске ойнаймыз. Өйткені біз үйде ойнаймыз. Үйде ойнағандықтан халқымыз үшін бар күшті саламыз. Тырысамын, гол салып, тағы да қуантуға жанкүйерлерімді бәрі бір алған қолымда, бұйырса ойдағыдай болады деген ойдамын. Финляндияның бапкері Марко Канерва да Теему Пуккиді стадиондағы атмосфераны мақтай кетті. Расымен де стадионда халық лық толы. 30.019 адам келіп, рекорд орнатып жатыр. Стадион өзі 30 мыңдық еді, 19 адамға бөлек орын салып қойған ау. Әйтпесе осы уақытқа дейін лық толы кездерде тек 30 мың көрсеткішті ғана көрсетіп жатқан. Атмосфера керемет болды бүгін. Рахмет айтқым келеді осылай қолдап жатқандарыңызға. Бұл өте керемет, сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Сіздермен бірге желаяқ арнасы. Бұның бәрі менің жеке пікірлерім. Ешкімді кемсітіп, не ренжітем деген ойым жоқ. Алға жігіттер, алға Қазақстан. Жеңісті күндерде жолыққанша. Сау, саламат.